Есімді білгелі туылғалы анам, әкем намаз оқиды, ол кісілер мені жетектеп әр кезде жұма күні мешітке апаратын. Солай мен ислам дінін көріп өстім. Шынымды айтсам, фанат етіп өстім ислам дінін. Кішкентай кезімнен сүре оқыдым, намаз оқығым келді. Намаз оқыса да мен өзіме жеке мешітке баруыма және намаз оқуыма қарсы болатын. Мен сол барлығын өзім тығылып, ол кісілерге айтпай мен өзім оқитынмын. Араб алфавиттерін де өзім жаттайтын, сүрелердің барлығын өзім жаттайтын. Сөйтіп оқып жүрген кезде менің өмірімде қайтадан бір жаман дүниелер басталды, жаман рухтар. Намаз оқып жүрген кезде келіп, жын шайтан сондай қысатын менің. Мен де кетіп бара жатып, менде бір сұрақ пайда болды. Неге шынымен солай? Иса бірінші жерге келді, ал Мұхаммед екінші келді, бірақ Мұхаммед сондай адам өлтірді, өзінен кіші 12 жасар әйелді алды, соның барлығы мен жүрегімде күмән келтірді. Баршаңыз амандық пен тыныштық болсын, бауырлар. Менің есімім Абылай. 2004 жылы Атырау қаласында дүниеге келдім. Мен сіздермен толықтай куәлігіммен Иса Құдай менің өмірімде қалай жұмыс жасады, соның барлығын сіздермен айтып, сіздерге жігер бергім келеді, және де Құдайдың сүйіспеншілігін, Құдайдың осындай рахымын сіздерге, менің өмірім арқылы сіздерге жігер бергім келеді. Мен есімді білгелі туылғалы анам, әкем намаз оқиды, ол кісілер мені жетектеп әр кезде жұма күні мешітке апаратын. Солай мен ислам дінін көріп өстім. Шынымды айтсам, фанат етіп өстім ислам дінін. Кішкентай кезімнен сүре оқыдым, намаз оқығым келді. Сол кішкентай кезімнен 10-12 жасында өзі күнәні не екенін ажыратып бастадым. Күнәнің не екенін, не істеуге болмайды, соның барлығын білдім. Бірақ қанша жерде мен мешітке барсам да, папа мен мама намаз оқыса да мен өзіме жеке мешітке баруыма және намаз оқуыма қарсы болатын. Мен сол барлығын өзім тығылып, ол кісілерге айтпай мен өзім оқитынмын. Араб алфавиттерін де өзім жаттайтын, сүрелердің барлығын өзім жаттайтын. Солай мен 15 жасымда ауырып, сол кішкентай кезімнен мен спортқа жақын едім. Сол спорттың кесірінен өкпе ауруымен больницаға түстім. Солай ол менің больницаға түсім негізі ол Құдайдың жоспары екен, керемет жоспары. Мен сол больницада жүріп, тығылып өзім негізі намаз оқыдым, ата-анама айтпай намаз оқып жүріп, Құдайды іздестіріп бастадым. Бірақ менде әр кез намаз оқыған кезде жүрегім тыныштық таппайды. Менде пустота болады әрқашан. Солай больницадан бір жыл түсіп, мен жаман депрессияға түстім. Өйткені менің құрдастарым барлығы жетістіктерге жетіп жатыр, біреулері оқуға түсіп жатыр, біреулері басқа қалаға саяхаттап жатыр. Ал мен сол тек 4 қабырға қамалып больницада жаттым. Содан кейін мен колледжге түсетін болып больницадан шығып, өзімнен бір жас кіші достарыммен неге түстім колледжге. Одан кейін сол кезде Бақтияр дейтін бауырыммен жолықтым, жақын араласып. Ол Бақтияр бауырым сенуші болған. Ол бірақ маған айтпады өзінің сенуші екенін, білмеймін, жасырды ма, өйткені ол қорықты. Екеуміз жақын дос болып араластық. Мен білмедім. Мен оны әрқашан намазға тартып, осылай намаз оқиық деп әрқашан тартатын ол баланы. Одан кейін 3 жыл өтеді, оның әлі сенуші екенін білмеймін, бірақ біз бір жұмысқа кіреміз екеуміз, официант болып жұмысқа кіреміз. Одан кейін тоже сенуші екенін білмеймін, бірақ ол ешқашан мешітке бармайды, басқаша өмір сүретін. Ол ислам дінін насихаттаған кезде ол маған әрқашан қарсы шығатын. Жоқ, олай емес, сен Құдайға үкім шығарып жатсың деп айтатын. Мен оған ешқашан мән бермейтін.
Потом екеуміз екі жаққа кеттік. Мен Алматыға кеттім, ол Атырауда қалды. Мен Алматыда жүріп қайтадан намаз оқып бастадым. Үйдегілерден тығылып, маған анам айтқан, намаз оқитын болсаң, Құранды арабша толықтай оқып маған айтасың. Ал айта алмасаң, ренжіме, ары қарай саған намаз оқуға мен өзім батамды рұқсатын бермеймін деп айтқан. Солай мен қалай ол Құранды барлығын оқып шығамын деп сол кезде думковать етіп, тығылып оқығам, үйдегілерге айтуға қорқып. Сөйтіп оқып жүрген кезде менің өмірімде қайтадан бір жаман дүниелер басталды, жаман рухтар. Намаз оқып жүрген кезде келіп, жын шайтан сондай қысатын менің өмірімде, және де күнде бастырылу деген сияқты нәрселер болады. Менің ешқашан жүрегімде тыныштық таппайды. Мен жұмыс жасап жүріп, намаз оқып жатқан кезде ойлайтын тек жұмысты ойлап тұрам, сосын жеке өмірімді ойлап тұрам. Құдаймен қарым-қатынас болмайтын. Солай мен Алматыда жүрем, 8 ай уақыт болады. 8 айдан кейін мен қайтадан Атырауға қайтуым керек болады. Сол кезде Бақтияр бауырыммен қайтадан кездесіп айтам, бауырым, кеттік мешітке барайық, намаз оқиық деп. Ол мені тоқтатып айтады, бауырым, мен саған бір нәрсе, бір ізгі хабар айтқым келіп тұр. Осы 4 жылдан бері мен саған айта алмадым, өйткені қорықтым деп. Сенімен ара қатынасымды үзіп алам ба деп қорықтым дейді. Бірақ сен дұрыс түсін деді маған. Мен тыңдадым, айта бер деп. Ол Иса туралы айтты, осындай қауымға баратын, барлығын толықтай жеткізді. Киелі кітаппен толықтай жеткізді, барлығын көрсетті. Бірақ менің сол кезде жүрегім қабылдамады. Мен күлдім Бақтиярға. Сен сонда қалай қазақтар сонда христиан бола ма? Қазақтар сонда Исаға қалай сенеді? Ол адам қалайша Құдай бола алады? Мен оған сұрақтар жаудырдым. Сол кезде ол маған сүйіспеншілікпен, кереметпен, киелі кітап және Құран арқылы маған Исаның қандай сүйіспеншілігін көрсетті. Солай маған ары қарай қызық болды. Ол маған Исаның сүйіспеншілігін Мұхаммед пайғамбар арқылы екеуін салыстырып көрсетті. Мұхаммед пайғамбар қалай лас өмір сүргенін, және де Иса қалай ол пәк өмір сүргенін маған көрсетті. Мен де кетіп бара жатып, менде бір сұрақ пайда болды. Неге шынымен солай? Иса бірінші жерге келді, ал Мұхаммед екінші келді, бірақ Мұхаммед сондай адам өлтірді, өзінен кіші 12 жасар әйелді алды, соның барлығымен жүрегімде күмән келтірді. Мен Бақтиярға айттым, сен исламды қабылдайсың, немесе мен Исаны қабылдаймын деп, сол жерде екеуміз екі жаққа кеттік. Әрі қарай менің сол өмірімде жаман қиыншылықтар басталды, отбасыммен жанжал басталды, жүрегімде тыныштық болмады. Сол түнде мен жылап тахаджуд намазын оқып бастадым. Мен сендім, осы тахаджуд намазын оқысам, маған шынымен Алла көмектеседі, мен тастамайды, жүрегіме тыныштық береді деп. Мен тахаджуд намазын оқып тұрып, 6 ракат оқыдым. 6 ракат оқып дұға еттім таң намазында. Алла маған көмектесші, мен жүрегіме тыныштық беретін сен, жүрегіме тыныштық салатын сен. Солай аумин деп мен жаттым. Таңертең мен сендім, 100% сендім, маған көмектеседі, менің жүрегіме тыныштық береді. Мен отбасымен татуласпасам да, мен басқалармен өмірімде жаман нәрсе болса да, жақсы нәрсе болса да, менде жүрегім тыныштық болады деп сол үмітпен жаттым. Бірақ таңертең тұрған кезде менің жүрегім одан сайын 2 есеге ауырлады, күшейді. Мен дастарханда отырған кезде анам мен әкеммен сөзге келіп қалдым. Солай мен үйден шығып кеттім. Өзімен ойланып бастап жатырмын. Менің сонда оқығаным, дұға еткенім барлығы қайда қалды? Бос кетті ма барлығы деп. Сөйтіп жолда көзімнен жас ағып жылап, сөйтіп алақанымды жайып аспанға қарап сұрадым. Сен кімсің? Исасың ба, немесе Алласың ба? Маған өзің көмектес. Мен тек
маған керегі жүрегім тыныштығы. Сен маған жүрегіңе тыныштық берсең, мен сені қабылдаймын деп. Солай кетіп бара жатқан кезде 20 минуттан кейін менің өзіме сразу жүрегіме тыныштық келді. Мен өзім түсінбедім неге бұлай болған, қалай болды, жүрегіме неліктен тез жүрегіме тыныштық орын алды. 5 минуттан кейін, содан кейін менің ата-анам да звондап бастады. Ата-анам мен сол 5 минут аз уақыт ішінде қайтадан татуласып кеттік, жақсы араласып кеттік. Мен түсінбедім. Мен Бақтиярға звондап осы куәлікті айтқан кезде ол қуанып қайтадан мені шақырып, ізгі хабарды қайтадан айтып бастады. Содан кейін мен қайтадан Алматыға жол тартып кеттім. Қайтадан мен Құранды оқып бастап көрейін дедім. Құранды оқып, ары қарай мен кел кітапты, Библияны оқимын деп өзім шешім қабылдадым. Мен Құранды қайтадан оқып бастаған кезде менде тым ештеңе түсінбедім. Қиын болды Құран маған оқу. Содан кейін оқымай кеттім. Содан Алматыда жүрген менің ортамдағы барлығы намазхандар болды. Соларға айттым, осындай Иса маған керемет жасаған. Олар айтты, ол совпадение деді. Сен тахаджуд намазын оқысаң, Алла саған сабырлық танытқан кезде ғана сүйікті құлдарына сондай керемет нәрсені береді деп айтты. Мен шынымен ойланып қалдым. Может, совпадение шығар. Мен тахаджуд намазын бірінші оқыдым, одан кейін барып Исаға сыйындым. Может, маған Алла берген шығар деп ойлап, менде де қайтадан жүрегімде күмән келді. Мен қайтадан намаз оқығым келді. Намаз оқып 5 уақыт бастағым келді. Сөйтіп ойлап жүрген кезде менің өмірімде сол қайтадан басталды. Неше түрлі қарыз болды. Қайтадан отбасыммен сөйлеспей қалдым. Өзім осы өмірде не істеп жүргенімді білмедім. Солай қайтадан мен сол басым салбырап Атырауға қайттым. Қайтқан кезде менде неше түрлі қарыз болды, уайым болды, жүрегімде тыныштық жоқ. Солай әр кезде сол Бақтияр бауырмен кездесіп, сол Иса туралы тыңдайтын, еститін. Ол Иса туралы жақын айтатын. Содан кейін мен өзі неше түрлі қиындықтармен, проблемалармен жүрмін, жүрегімде тыныштық жоқ. Содан кейін менің тек ойым өліп қалу, асылып қалу болды. Менде ондай дальше өмір сүруге менде ондай повод болмаған сияқты. Солай Бақтияр екеуміз қысайы тренировкаға барып, тренировкадан шыққан кезде айттым Бақтиярға, мен ары қарай маған қиын өмір сүру, менің жүрегімде тыныштық жоқ дедім. Мен қалай ары қарай өмір сүрерімді білмеймін деп айттым. Бақтияр маған келіп, бауырым, мен саған көмектесе алмаймын деді. Бірақ саған көмектесетін Иса, мен сен үшін сыйыналамын, дұға ете аламын деді. Мен сонда сен маған қалай дұға етесің дедім. Жүр кеттік, адам жоқ жерге барайық, сол жерде мен сен үшін дұға етемін деді. Солай бардық, өзінің қолын менің иығыма қойды, көзін жұмды да ары қарай Иса арқылы дұға етіп бастады. Мен үшін сыйынды, дұға етті, Исадан көмек сұрады. Сол кезде менің жүрегім жібіп, тас жүрегім жібіп, көзімнен жас ағып, сол жерде өзім түсінбедім не болып жатқанын. Көзімнен жас тоқтамады сол кезде. Қалай Бақтияр бауырым аумин дегеннен кейін менде барлығы өзгерген сияқты болды жүрегімде. Содан мен Бақтияр өзінің үйіне кетті, мен өзіме үйіме кеттім, маршрутта отырым. Менен асқан бақытты адам жоқ секілді сол жерде. Мен өзімен өзім сол жерде қуанып күліп отырым. Мен сол жерде түсіндім Исаның екінші рет менің өмірімде сондай керемет жасаған. Содан кейін мен өзі Иса мен үшін бір басқаша болып көрінді. Исаны зерттеп бастадым, қарадым, кел кітапты оқып бастадым. Кел кітапты оқыған кезде маған вообще бөлек әсер алдым. Содан кейін
қауымға барып көргім келді, қауым зерттегім келді. Содан кейін Бақтиярға айтам, Бақтияр, қауымға барайық деймін, ол тоже сәті түспейді, ертең деп жүреді. Сосын мен жатарда дұға етем, Құдайым өзің көмектесші, маған өзің қауымыңды көрсетші, мен сенің қауымыңды көргім келеді деп айтқан кезде, келесі күні кешке Бақтияр өзі келіп маған айтады, осылай қауымда нағыз өмір дейтін конференция болып жатыр екен, бірге жастарды көріп қайтайық, қауымды көресің дейді. Сол кезде мен қатты қуанып қауымға барам, жастарды көрем. Сол кезде сен үшін жастарды көрем. Сол жерде тоже Даниал дейтін бауырым келіп маған ізгі хабар айтады екінші рет. Сол кезде сондай ізгі хабарды естіген кезде мен одан сайын жігер алып, мен Исаны сол жерде қабылдаймын. Өйткені мен осы мүмкіндікті және де осы Исаның құтқаруын қабылдамасам, маған өзі ары қарай кеш болады. Мен ары қарай өзі Исаның сүйіспеншілігін көре алмаймын. Иса маған осындай керемет жүреме тыныштық берді, құтқарды, осындай жаман рухтардан, жаман адамдардан құтқарды. Мен қалай соны Исаны қабылдамаймын деп, Исаны сол жерге қабылдап, сол жерде тәубе еттім. Содан кейін Исаны қабылдаған кезде менде рухани басқаша болды. Исаны қабылдаған кезде рухани менде жүрегімде өзгерістер пайда болды. Менің күнәға көзқарасым өзгерді. Менің бір күнде айтатын өтірігім жоқ болды, және де жаман заттарым жоғалды, темекі шегу деген сияқты басқа да нәрселерім, және де боқтау, соның барлығы бір күннің ішінде 180 градусқа мен өзгеріп басқаша адам болдым. Отбасыммен қарым-қатынасымды түзедім, анама бала секілді еркелеп, Исаның сүйіспеншілігін көрсетіп бастадым. Солай келіп кітапты оқып, зерттеп, Исамен бірге болуға негізделдім.